Міне құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Видео түсірмегелі біраз болып кетті. Жұмыстан жұмыс, видео түсіруге қол тимейді. Енді мына жерде сағылымызды жобалатып аяқтап қалдық, Құдай қаласа. Мына сценаға венецианский штукатурка жасайын деп тұрмын мен. Міне мынаны подсветкамен қойдық, жан-жағын бәрі жанады. Уже бояуы бітіп тұр. Енді осы жерге венецианский штукатурка жасаймыз. Мраморный қылып, мрамор қылып. Міне венецианский штукатурка, гаудитка. Бұған мынандай қатты шпательдер керек. Сосын міне мынандай келма керек. Одан кейін міне губка, жаңа полировка керек болады бұлар. Негізі матасы дұрыс, матасы керек. Бізде табылмады, мынау заказбен алдыру керек болды сырттан. Сондықтан біз осыны бетіне тряпка жабыстырып, солай полировать ететін боламыз, Құдай қаласа. Керек заттар осы. Бұдан кейін тағы да золотистый фольгасы бар. Ол ар жақта тұр. Сосын қосымша кисточкалар керек болады. Мрамордың жанындағы суреттерін салуға. Ол енді әкеледі қазір. Біз пока жұмысты бастай береміз. Арнаға жазылып, қолдап тіркей отырыңыздар. Мына жерде кеше бастайын дегем, сөйтсем грунтовкасы ұмытылып кетті, балалар жақпай қойыпты. Сонымен грунтовканы кеше жағып кеттім. Жақсы кеуіп тұр. Осылай стена финишпен тартылып, мына краскеге қалай дайындаймыз, дәл солай дайындалады стена. Одан кейін міндетті түрде жаңа грунтовка жағылады. Грунтовка кем дегенде 7-8 сағат тұру керек, қату керек, жақсы. Енді осының үстіне қазір бір слойганы жағып шығам, осылай аппақ қылып. Одан кейін ол кепкеннен кейін барып, уже үстіне рисунктарды сала бастаймыз. Бұл жерде түсіндіретін жағдайлар солар. Одан қалған тағы да түсіндіре берем. Көп адам көпшілік сұрайды, венецианский штукатурка қалай жасалады, қалай болады деп. Сізді қызықтырса, видеоны толықтай көріңіздер. Мен барлығын қолымнан келгенше түсіріп түсіндіретін боламын. Бұл жерде міндетті түрде жаңағы мастер адам жасау керек деген дүние жоқ. Стенада да потолок болсын, не болсын. Бұл жерде главный адамның өзінің ептілігі, қызығушылығы мол болса, уже жасай беруге болады барлық дүниені. Енді іші кішкене шашылып жатыр, мән бермей ақ қойыңыздар. Олай болса, бірге тамашалайық, бірге көрейік, бірге жасап көрейік. Арнаға тіркеліп отырыңыздар. Бастаймыз онда. Міне құрметті ағайындар, қазір бір слой тартылып қойды. Просто қатты шпательмен қаттырақ басу арқылы тартып шықсаңыз болды. Енді
бол кебу керек. Кепкеннен кейін рисунок салатын боламыз. Бізде қазір рисунок суретін мына жерге көрсетпедім. Осындай болады. Енді кепкеннен кейін тағы да көрсетемін. Міне құрметті ағайындар, мына жерде бір слой жағылды. Көрдіңіздер, енді кетті бұл қазір. Бір сүткідей тұрды. Енді мынандай сызықтарды үшкөлкамен алып жатырмыз. Өлікпен бір жүреміз. Одан кейін мына наждакпен жүреміз. 600-дік автодүкендерде сатылады. Басқаша түрлері болса да алсаңыздар болады. 600-дік майда болса, 500-дік, 600-дік. Осымен жаңағыдай осылай жерлерін барлығын алып шығамыз. Үшкөлкө болғаннан кейін уже рисунокты бастаймыз, Құдай қаласа. Оны тағы да бір көрсетемін қазір. Арнаға тіркеліп қолдап қойыңыздар. Білмей жүрген кісілер болса, видеоны толықтай көріңіздер. Міне құрметті ағайындар, қазір мынаны үшкөлет етіп тазалап қойдық. Енді бізге не керек? Бізге осындай бос үш құты керек. Осы үшеуіне коллерлерді қосып, коллер коллерді қосу арқылы біз қазір свет шығарамыз. Мыналарға әрқайсысына әртүрлі. Бізде өзі ақ свет болады. Міне венецианский штукатурка. Осыдан қосамыз да үшеуіне бөліп, мына жерге рисунокқа осы үшеуін араластырып тарту арқылы біз рисунок шығаратын боламыз. Олай болса бірге болыңыздар. Основной маған осы екеуі көптеу керек болады. Енді коллерді қосамыз. Қара коллер. Міне ағайындар, мына жерге араластырып жасап қойдым үшеуін. Мына қарам кішкене жетпей қалды жаңағы коллер. Мынағанда сәл-сәл аз болып қалды. Мына осылай болып тұрады, кішкене серейіміз болды. Жүрді қазір мына жерге карандашпен рисунок салып аламын. Сол рисунок бойынша уже мына растворымызды жаға бастаймыз.
Міне құрметті ағайындар, астыңғы бір слойын жақтым. Ендігі очередте мына жасылдан жағамыз уже. Жасылдан жағамыз. Міне қараңыздар. Мраморға барынша ұқсату керек бұны. Так, бірінші көрініс, енді екінші көрініс. Шкурить ету керек болмай. Одан кейін барып золото фольгамызды жабыстыратын боламыз. Мрамор. Міне құрметті ағайындар, рисункты екінші слойын жаққаннан кейін кеуіп қалмай бір сағат ішінде осылай келмамен арғау арқылы жасап шығу керек. Сонда беті осылай шықырай бастайды.
Міне құрметті ағайын, бүгін екінші күн. Кеше жағып кеткем, сол бойы мына жерде кішкене асығыстық қалып, мынандай бір-екі жерін осылай көтеріліп кетті. Негізі рецепт бойынша асықпай жасаған дұрыс. Жаңағы бір слойды жаққаннан кейін 12 сағатқа қалдыру керек, жақсы қату керек. Одан кейін барып екінші слойды жаққаннан кейін 1 сағат ішінде келмамен басу арқылы жылтырату керек осылай кішкене. Одан кейін тағы да рисункке қосымша болатын болса, үстіне тағы жағылатын уже үшінші слой жағуға болады. Бірақ ара қашықтығы 12 сағат болу қажет. Кеше осындай жерлерге бір-екі жеріне міне маты болып тұр ғой. Үстіне қайтадан жаққан болатынмын. Енді бүгін қатып тұр. Енді бұны жылтырата алмаймыз, жаңағыдай басып. Бұны наждачкамен үшкіркілейміз. Наждакпен аламыз. Полный қолға ұсталған кезде бұлай кідір болмау керек. Вот, содан кейін уже салат істейін жабыстыратын боламыз фольганы. Бірге болыңыздар ағайындар. Қазір міне үшкіркілеп дайындап қойдым. Ендігі очередь міне жеткізді. Фольгамызды жабыстыратын жеткізді. Осыны кисточкамен тегізіп керек жерлерге былай сөйтіп фольганы жабыстырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін ол кебеді. Содан кейін барып үйкелеу арқылы керек емес жердегі жаңағы фольгаларды алып тастаймыз. Жабыспай тұрғандар, жабысқандар қалады уже. Сол үшін бұл жерде мұқият мынаған көңіл бөлу керек. Қай жерге керекті, қатты грубиліп жүрмеу керек. Кішкене сызықтарын бәрін жіңішке қылып келтіріп, барынша бұл енді қолдың өнерін барынша қажет ететін жұмыс. Сондықтан мұқият қараңыздар, мән беріңіздер жасап жатқан кезде. Ал бұлай болса іске сәт. Мен енді оның бәрін бұлай түсіріп тұрып көрсете алмаймын. Сондықтан тездетіп түсіретін болам. Атак түсінген адам сөзбен де түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан іске сәт деп қойыңыздар.
Міне ағайындар, полировкамыз осы. Воск. Бұны бірінші осы трапкамен просто кішкентай ғана алып, былай ысқылау арқылы жағып аламыз. Содан кейін барып, машинкамен жүру керек бұл. Менде қазір андай болмай тұр. Данкі басы жүн болу керек, үлкен. Ол нәрсені іздеп таппадым мен. Мен заказымен алдырып қоям. Сон мынаны просто так көргем проверкаге. Сөйтсем бұл болмайды екен полигон. Жүні мягкий болмаса, мынаған жабысады да, мынау сызық қалдырады. Сондықтан трактордың өзімен мен жасап жатырмын қазір. Просто жағам, ысқылаймын. Бұда көп ысқылау керек. Қайта. Сонда ол жақсы жылтырайды. Біз көріп тұрғандарыңыздай мәжелер жасалып қойды. Енді жоғары қарай жазайын. Мына жерден де көрініп тұр. Үш түрліге дейін жобалап жасалды. Ары қарай жасалады қазір.